Сәлем достар, сіздермен Дана. Біз бүгін осындай дайын лекаладан көйлек тігетін боламыз. Лекала сататын арнайы сайттан сатып алынған лекала. Бұл жерде 44-ші размер. Дайын лекаламен жұмыс жасаудың ең оңай түрі. Бұл жерде барлығы жазылған. Қандай не істеу керек, қалай мата тұру керек. Осындай қалта немесе жең матаның бір-бірімен қосылатын жерлерінде кішкене ғана өзінің белгілері болады. Насечки сол жерде қайшымен қиып барлығын белгілеп алу керек. Біз матамызды екі қабаттап осылай көйлегімізді қиып аламыз. Жаңағы айтқанымдай қалтаның белгісі осылай белгіленген. Қайшымен кішкене 0,5 көлемінде кесіп аламыз. Основной көйлекті қиып алғаннан кейін осылай келесі детальдарын қиятын боламыз. Бұл жерде бізге әр выкройкада өзі жазу болады. Сол жерде қанша деталь керек. Бұл жерде мысалы қалтаны 4 деталь керек. Бұл тігіске тігілетін қалта. Сонымен біз матамызды 4 қабаттап қойып, осылай қалтамыздың формасын кесіп алатын боламыз. Негізі дайын лекалалармен жұмыс жасау өте оңай, әрі тез. Мен осы енді тігінді бастап келе жатқан қыздарға айтарым. Бірінші осындай дайын лекалалармен жұмыс жасауды үйреніңіздер дер едім. Бұл жерде әр лекаланың өзінде уровень жазылып тұрады. Сложный, средний немесе легкий деп. Новичоктарға солай ең оңай жолда киімдер немесе бір аксессуарлар тігіп бастаған дұрыс. Әр лекаламызда осылай келесі не жасайтыны, қанша деталь барлығы нақты жазылып тұрады. Сатып алынған лекалада обязательно инструкция, тігу бойынша инструкциясы болады. Соны мұқият оқып шықсаңыздар, бәрі өте түсінікті. Мен бұл жерде сіздерге кішкене обзор ретінде дайын лекаламен қалай жұмыс жасау керек ретінде видео түсірген болатынмын. Бұл жерде бізде планка, қалта, одан кейін мойнымыздың тігісін жабатын аптачка сияқты нәрселерімізді осылай қиып алып жатырмын. Көйлектің жеңін осылай матаны қабаттап, бірдестен екі жеңді бірдей етіп қиып алатын боламыз. Тағы да көйлектің манжеті бар, оның бәрін қиып аламыз. Тағы да айта кететін жайт, осы дайын лекалаларда стрелка сызулы тұрады. Сол стрелка матаға қалай дұрыс орнату керектің белгісі. Яғни сол стрелкамыз біздің матаның кромкасына, яғни шеткі бөлігіне бірдей параллельно орналасу қажет. Сол кезде біздің киіміміз дұрыс форманы ұстайтын болады. Бұл бізде мойнымыздың алдыңғы бөлігіне завязка, яғни матаны қабаттап қойып, қазір 25-30 см ұзындықта, 3 см қалыңдықта матаны қиып алатын боламыз. Мұның бәрі инструкцияда берілген, ол енді өз желаниеңізға байланысты деп жазылған. Яғни завязка қажет десеңіз, осылай примерно өлшемдерін жазып қояды, әр размерге өзіне сай. Біздің көйлегімізде планка бар, яғни сол планканы қазір лекаладан кесіп аламыз. Кейіннен лекаланы матаға қойып, матаның да алдын ойып алатын боламыз.
детальдарды барлығын пішіп болғаннан кейін келесі ретте бізде үтікпен жұмыс болады, яғни дублирин қажет детальдарды дублириндап шығатын боламыз. Бұл жерде бізде планканың жарты бөлігі жартысына дублирин жабыстырылады, жарты бетіне жабыстырылмайды. Осылай оны екі бүктеп дублиринді жабыстырып аламыз, одан кейін екі бүктеп үтіктеп аламыз. Бұл деталь бізде планканың астында тұрады. Бір жағы дублиринді алып, осылай бір-біріне қаратып тігіп шығатын боламыз. Әр лекалада қанша припуск тастау керек екені белгіленген. Бұл жерде 0,7 мм тігіп шықтым. Бірінші осылай көйлегіміздің планкасын тігіп шығатын боламыз. Теріс жағынан 1 см припускпен тігіп шығатын боламыз. Астындағы бұрышқа келгенде 1 см асырып тігіп тоқтайтын боламыз. Біз планкамыздың алдына қарайтын бөлігін осылай 1 см көлемінде үтіктеп шығатын боламыз. Планкамызды тігіп болдық. Одан кейін осы бұрыштан 1 см төмен тігеміз деп айтқан едім. Сол жерден қиғаш күйде 1 мм жеткізбей осылай кесетін боламыз. Біз планкамызды оңға қаратып, алдына қаратып, осылай қолмен тігіп шықсаңыздар болады. Немесе осылай инемен қадап, қазір тігіс жүргізетін боламыз 0,1 мм көлемінде. Планкамыз бізде дайын болды. Енді осы планканың астындағы детальді дұрыстап көйлектің астындағы орынға тігілмеген жерге қойып, оның үстіне планкамызды дұрыстап қойып тігіп шығатын боламыз.
тігілген деталіміздің үстіне 0,1 мм көлемінде бастырып тігіп шығамыз. Біздің көйлегіміздің планкасы дайын. Енді алдына артын иық арқылы қосатын боламыз. Бірінші тігісті иыққа түсіреміз, одан кейін оверлокпен обработка жасап шығамыз. Біздің иығымыз дайын болды. Енді сол иыққа жеңді жалғайтын боламыз. Бағанағы лекаланы кесу барысында жасалған насечкалар арқылы белгілеп, сол белгілер арқылы бір-біріне қойып, біз қазір жеңімізді тоже 1 см припускпен тігіп, одан кейін оны оверлоктап шығамыз. Жеңімізді тігіп алғаннан кейін бізге қалтаны қою керек. Бұл жерде шеткі тігіске қойылатын қалта, яғни тоже насечкалар арқылы бір-біріне қойып, қалтамызды 0,5 см тігемін да, оңға қаратып, осылай 0,1 көлемде бастырып шығамын. Алдыңғы бөлігі артқы бөлігіне де осылай қалтаның 4 деталін тігіп шығатын боламын. Біздің жеңімізде манжет болады. Яғни қазір маған манжетке керек, разрез жасау керек. Бұл лекалада белгіленген. Қазір сол жеңіне лекаламызды қойып, разрезімізді белгілеп алып, 10 см тігіспен қосқанда қиып аламын. Разрезімізді осындай аптачкамен обработка жасайтын боламын. Теріс жағына аптачкамыздың оң жағын қойып белгілеп аламыз. Оны осылай ұзына бойы 0,5 көлемінде, бұрышқа келгенде 0,02 мм көлемінде тігіп шығатын боламыз. Кейіннен аптачкамызды матаның оң жағына бұрап, екі қайтарып бұрап, 1 см, одан кейін тағы да 1 см көлемінде бұрап, аптачкамызды тігіп шығатын боламыз. Міне осы видеода көрсетілгендей аптачкамызды екі қайтарып, қолмен тігіп шығсаңыздар болады, или болмаса осылай булавкамен қадап, қазір 0,1 көлемінде, миллиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Біздің көйлегіміз жартылай дайын болды. Уже соңғы қалған моменті, бұл мойны жеңі бүрме жасалып, мойнына бүрмеленген стойка балан қойылады, одан кейін оны тоже аптачкамен жабатын боламыз, и жеңіне манжет қойылады. Етегін 4 см көлемінде қайырып тігетін боламыз оверлоктап. Міне біздің көйлегіміз дайын. Қалтасы біздің завязкамыз. Мен алдын жауып алдым, бірақ суреттегі модельде алды ашық тұрған. Осындай видеолар ұнаса каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар. Выкройка сататын сайт қажет болса, комментарийға жазыңыздар, сілтемесін беретін боламын.